Біртіндеп таңды атты. Үй ішіне жарық кіре бастады. Екеуі бір-біріне қараған. Екеуінің де өңдері боп-боз. Көздерінің асты көгілдір тартып, күлтілдеген, шүңірейген жүдеу еді. Майдан қыздың жалаңаштанған иығын қапсыра қысып өзіне тартты да мойнынан сүйді. Бүгін жұрттың бәрі естиді ғой. Не бетіммен қараймын елге. Сұмдық-ай, деп ұлтуған бетін басты. Жә, жылай бермеші, деді Майдан. Жылап отырғам жоқ. Майдан енді, менен кетесің бе, деді ұлтуған сыбырлап. Жоқ. Кетесің ғой. Жоқ дедім ғой, кетпеймін. Жат, демал. Ұлтуған үшін бұл күннен ауыр, бұл күннен асқан, жазалы күн болған емес шығар. Көрші көлең оянбай тұрып, елең алаңнан сиырын сауып, бос жібере салды да, төсегіне кеп тас бүркеніп жатып алды. Тамақ та ішкен жоқ, ештеңеге зауқы да болған жоқ. Түс кезінде біреу кеп есікті тоқылдатқан. Оған да тұрмады. Әлдене уақытта түндегі сынған әйнектерді күтірлете басып, аңғал-саңғал терезеден біреу басын сұқты. Хозяйка бар жоқ, деді дауыстап. Кәдімгі осы ауылдағы әйнек салғыш Иван деген шал. Ұлтуған басын көтерген. Маған әйнек салады жіберген, деді шал. Салыңыз, деді ұлтуған, тұрып есік ашты. Кім жібергенінде шалдан сұраған да жоқ. Темекі сасыған шал мұрнының астынан ыңылдатып әндете жүріп, әйнектерді салды да жөніне кетті. Ұлтуған төсекке қайта жатқан. Екі шекесі солқылдап, жүрегі айныды. Ақыры қыстығып жылады. Бірақ бұрынғыдай даусын шығарып, яки өксіп қысып жылаған жоқ. Шалқасынан сұлық жатқан күйінде екі көзінен жас парлай берді. Ып-ыстық болып, бетінен қиғаштап тарам-тарам жол сызып, жастыққа тырс-тырс тамып жатты. Күн батты. Ымырт үйіршіктеп, бөлмесінің ішін қараңғылық жайлап бастады. Ұлтуған сонда да қозғалған жоқ. Солқылдап болмаған соң орамалмен шекесін мықтап орап тартып тастады. Ыстығы бар сияқты. Ауырған болармын, деп түйді. Майдан келер ме екен, келмес пе екен, осы ойдың оралуы мұң екен. Жынданардай халге жетті. Келмейді, дегенде бүкіл тіршіліктен айрылған, күдер үзген күйге түсті. Сыртқы есік сырт етіп ашылды да, сәлден соң ауыз үйдің шамы жанды. Онан ішкі есік ашылды. Босағаға созыла басып кеп, Майдан тұра қалды. Неге келдің, кет, деп айтатындай дауыстап жіберген ұлтуған ұшып барып, оның мойнынан асыла кетті. Тасқып құшақтаған күйде есінен танған адамша, Майдан-ау, Майдан, жаным-ау деп дауыс сап, солқылдап жылап жіберді. Майдан оны әзер деп көтеріп әкеп орнына жатқызды. Екеуі де со құшақтарын жазбаған күйде шешінбестен бұл дүниеден алыс басқа дүниеге кеткен еді. Ләм-мим деп сөйлеген жоқ, тек жүректері лүпілдеп, ыстық демдері шарпысып, көкіректері ғана сайрады. Түннің бір уақытында екеуі тағы да сәнді баланың айқайынан шошып оянды. Ес жиғанша болмады. Терезе тағы да күл парша болды. Ішке тарс-тұрс кесектер атылды. Майдан атып тұрып сыртқа кеткен. Сәлден соң сәнді баланың ойбай өлдім деген аттан шақырды. Сөйткенше болған жоқ. Ауыл аралас шаң-шұң айқай-шуға айналып кетті. Ұлтуған қалш-қалш етіп, зәре-құты қашып жатқан орнынан қозғала алмады. Со күйі таң атқанша көзі бажырайды да жатты. Майдан қайтып оралған жоқ. Не істеп, не қойды, не күйге ұшырады. Ол жағы мүлдем белгісіз. Әлде төбелесіп алып бұрынғы әдетінше сәнді баламен татуласқан шығар. Енді қайтып ұлтуған жаққа жоламастын болар.
бір жола кеткен болар сірә. Мейлі енді, жылағаннан не пайда, ойлағаннан не опа. Келгісі келсе келер, келмесе тағы өзі білер. Ұлтуған тұрып, үй ішін сыпырып, жиыстыра бастады. Таңертеңгісін атқараушы шал келді. Бастық кеңсеге шақыртқан екен. Ұлтуғанның жүрегі су ете түсті. Бәрінен де жаман қорқынышы бастықтың алды еді. Жиналысқа салып бүкіл ел жұрттың алдында масқара етсе, одан өткен не қорлық болсын. Одан да асылып өлгені артық та. Бармаймын, деді Ұлтуған. Өзі үйдің төбесіне қарады. Екі көзі тінтіліп, асылып өлер шеге іздегендей болды. Атқарушы шал бірдеңе айтқысы келгендей ерін жыбыр-жыбыр етіп біраз тұрды да ақыры Ұлтуғанның сөз тыңдамас түрін көріп бұрылып шыға берді. Табалдырықтан аттай бере сәл бөгеліп, жаңа әлгі майданды милиция кеп ауданға әкетті деді. Неге? Қамайтын шығар тәрізі. Түнде әйелін көгала қойдай қылып сабап салыпты. Тәйірі, бұл күнде әйелге қол жұмсап несі бар десеңші. Осыны айтып, атқарушы шал шығып кетті. Мына хабар Ұлтуғанға жай отындай тиді. Не істеп, не қоярын білмей біресе далаға шығып, одан қайта үйге кіріп аласұрды. Сорлады-ау деп күбірлей берді. Қайнап тұрған самаурынның отын сөндіріп, суын төгіп тастады. Шай ішіп отыратын қай сәні қалды ендігі жерде? Не істейді енді? Қайда барады, кімге барады? Егер осыдан бірер ай бұрын Ұлтуғаннан осы майдан қандай жігіт саған ұнайма өзі деп сұраған біреу болса, бұл тіптен не дерін білмес еді-ау. Сұңқиған арық, үнемі арақ ішіп жүретін бақырақ көз жігіттің қай түрін, қай қылығын ұнатамын дер еді. Қайта күлер еді ғой, әжуа қылар еді. Ал енді күйі мынау, дүниедегі ең жақыны, ең ардақтысы майдан ғана. Жатса тұрса осыны ойлайды. Жаңа киімдерін киіп, қолына түйіншегін ұстаған Ұлтуған сәскелете келетін автобуспен аудан орталығына жүріп кетті. Жол бойы майдан жайын ойлаумен болды. Кінәлі ол емес, оның басын шатып қойған бұл ғой. Қамау керек болса, мұны неге қамамайды? Ешбір өкінішсіз артына қарайламастан кете берер еді ғой. Кім қалып барады артында қарайласатындай? Тек майдан болса, сол байқұстың көңіліне қаяу түспесе, бұған сонан артық не қуаныш, не бақыт керек. Қазір ауданға жетісімен бұл тұпадан тура милиция бастығына барады. Бар жайды еш бүкпесіз соған тура баян етеді де, өзін қамауды, майданды босатуды өтінеді. Жылап отырып алады. Бірақ қайтсе де майданды босатып, орнына өзі қамалады. Автобустан түскен бойда ол милиция бөлімінің қай жерде екенін сұрап алды да, асығыс басып, сонда тартты. Ыстық күнде қоңырсық лебі жүректі қапқан асфальт көше былқ-былқ етіп, майысып, жүрісін ауырлатып жіберді. Сәлден кейін иіс қоңыспен зыңылдаған ыстықтан басы айналғандай боп кетті. Көзі қарауытып, екі өкпесі кеудесіне сыймай лыпылдаған лоқси бастады. Бүкіл өне бойы зіл бірдеңе төмен тартатындай. Біттім-ай, жүкті боп қалған ба деген ой осып жіберген. Қорқып кетті. Анадай жердегі бағанға барып, буын-буындарының дірілі басылғанша сәл сүйеніп тұрды. Үреймен қатар шыдыман қуанышта орнады. Милицияға бұл келгенде түскі үзіліс кезі екен. Бастық жоқ болып шықты. Әуелде жыры шыраймен амандасқан жылпылдаған жылтыр қара кезекші жігіт мұның майданды іздеп келгенін естісімен түсі күрт суып сала берді. Кішірек көзі тесірейіп, өмейінен өтіп, «Кім боласың, әйелісің бе?» деді.
бірден сенге көшіп. Зәресі ұшқан ұлтуған жоқ деуге де я деуге де аузы бармай, болар болмас қана басын изегендей болды. Немене, жолығуға келдің бе? Я, жолығуға болмайды. Бар жағдайды айтсам деймін, бастықтарыңызға түсіндіріп. Сен қатын, бастықтың да басын қатырма, әбден дағдығып алғансыңдар. Қит етсе, ұрды, соқты деп милицияға хабарлап, артынан жылап сықтап келіп жүргендерің өстіп. Ол мені ұрған жоқ. Менде ұрғам жоқ. Ендеше, бар, қайт үйіңе. 15 күннен кейін бірақ келесің. Кезекші мұнан әрі сөйлеспейтіндей түр көрсетіп, кейін бұрылып кетті. Ұлтуған сыртқы есік сыртына шығып милиция бастығының келуін далада отырып күткен, бірақ қанша сарылып күткенмен ол кісі түске дейін жұмысына келмеді. Бір кезде әлгі кезекші милиционер ашық терезеден басын шығарып, бастығының бүгін ертең келмейтінін, тығыз бір шаруамен жол жүріп кеткенін айтты. Әбден қажыған, қаталап шөлдеген ұлтуған мұнан кейінде майданға жолығуға әрекеттеніп көрді де, ақыры одан ештеңе өнбейтініне көзі жеткен соң кешкі автобуспен ауылға қайтты. Өне бойы салдырап, қатты шаршағанын сезді. Ауылға күн ұясына қона жетті. Автобустан түсе бергенде қарсы алдынан құйғыта шауып бригадир Сағынбай шыға келді. Әй, ұлтуғансың ба? Деді, атының басын іркіп. Қайда жүрсің сонша? Бүгін күні бойы іздеп таба алмадық қой. Терезеңді сығалап қойғам. Рахмет, ауданға барып ем. Әлгі майданды қамап қойып па? Көре алдың ба? Жоқ. Байғұс-ай, ал енді өзің жұмысты ұмытқаннан саусың ба? Осы үйде отыруың жетті емес пе? Әкесін қанжығасына байлап жүрген ешкім жоқ. Бәріміздің де әкеміз өлген. Тіршілік қамына кіріссеңші, ертең ерте анау қоғалы бұлақтағы пішенге барасың, дайын бол. Мақұл, тек бастық шақыртқан еді. Сол кісіге жолығайын. Жолығатын дәнеңе жоқ, жұмыстан қалмай жүріп кет. Бастыққа мен өзім айтармын. Соңғы сөзін жүре сөйлеген Сағынбай шаба жөнелді. Ұлтуғанның көңілі едәуір сергердей болып қалды. Шынында да жұмысқа шықпағанына көп болыпты-ау деп ойлады. Тіршілік қамын ұмытыппын ғой, мүлде. Сол күні ертеңіне Ұлтуған шай қойып ішіп, қоғалы бұлақтан кеткелі жиналып жатқан күтпеген жерден көрші үйдің кемпірі келді. Калошын шешіп, төрге озып, барып жайғасып отырды да, бүгін күн жұма болған соң Құран оқиын деп келдім, деді қатқыл дауыспен. Онан соң қоңыр үнмен зарлатып бастай жөнелді. Ұлтуған көзінің қиығымен кемпірге ұрлана қараған. Кесесіне аса саябыр салмақты екен. Бұл дүниеде кәкір шүкір көп, тірлігінен аулақ, қоңыр салқын басқан бір денеге беті ауған сияқты. Әлден соң алақанын жайып іштей күбірлеп кетті де, Ұлтуғанның әкесінің, оның шешесінің аттарын атап, соларға иман бағыштап барып бетін сипады. Кемпірдің мына қылығына Ұлтуған әбден разы болып қалды. Шайын демдеп жіберген. Бірер шыны шайды асықпай ішкен кемпір. Шырағым, Ұлтуған, асығыс екенсің, бұйымтайымды қысқа сөйлейін, деп бастады да өзінің бала сүймей зарығып жүрген немересіне інісінің егер бұл қомсынбаса сөз салар ойы барын айтты. Әлі 50-ге келе қойған жоқ, жас, деді кемпір сөзінің соңында. Кемпірден оңай құтылып кеткісі келген Ұлтуған, апау, ол кісінің әйелі бар ғой, деген күліп. Шырағым, әйелдің өзі рұқсат беріп отыр, ондайға заңда қарсы болмайтын көрінеді ғой, деп кемпір бұлтартар жолды кесіп тастады. Ұлтуған үндеген жоқ, жұмысқа асығыс екенін сездіріп орнынан тұрды. Ойлан, шырағым,
қабырғаңмен кеңес деп кемпір де кетті. Гүлді орамалын көзіне тас қып тартып алып үйден шыққан ұлтуған кеңсе алдында пішеншілерді Қоғалы бұлаққа апаратын машинаның арт жақ бұрышына келіп елеусіздеу отыра кеткен. «Ұлтуғансың бай, амансың ба?» деді бір келіншек сампылдап. Ұлтуған үндеген жоқ. Естімеген адамша теріс қарап отыра берді. Қорыққаннан осындай тілдер болатын. Енді не де болса шыдап бағуды, үндемеуге тырысты. «Ибай-ау, өзі тіпті сөйлескісі келмейді. Бізді менсінбей қапты ғой», деді тағы да әлгі келіншек. «Жайыңа отырей, қатын. Немене, байыңнан айрылғың кеп отырма?» деді екінші бір сыпсың келіншек. «Сондайы бар екен ғой, ха-ха-ха-ха». Көзі жасаураған ұлтуған машинаның борт тақтайын тырнағымен тырнай берді. «Күліңдер, күліңдер, қалай табаласаңдар да табалағандарыңның астына бір түстім ғой», деп ойлады. Ал әйелдер болса сөзді бірінен бірі қағып әкетіп қақпағылап жатыр. «Сорлағанда майдан сорлады ғой байғұс», деді. Өзіне де сол керек сүйретілген неменің. Әлгінде әлгі сәнді бала ауданға кетті. Ода бір бейбақ, өзі айдатып жіберіп, өзі артынан іздеп жүрген. Мұнан әрі машина жүріп кетті де қарсы алдынан жел гулеп ұлтуған әйелдердің сөзін естуден құтылды. Қоғалы бұлаққа жетісімен машинадан жұрттан бұрын түсіп қолына іліккен бір айырды алды да жарылып өзінше бөлек шет кетті. Әйелдердің бәрі бұған жеркенішпен жиырыла қарап, маңайларына жуытпағандай боп көрінді. Түске дейін ең болмаса басын бір көтеріп біреуге тіктеп қараған жоқ. Бұта-бұтаның арасындағы шөптерді жинастырған боп ылғи қалтарыста жүрді. 2-3 әйелдің басы қосыла қалып, сампылдай сөйлеп, сықылдай қалған күлкілері естілсе, екі беті өрттей жанып дуылдап, кірерге жер таппай дзақтайды. Түс кезінде әйелдер бір жерге жиналып бастарынан көлеңке жасап, сусындарын ішуге отырды. Әрқайсы үйлерінен алып шыққан қарынға, торсыққа құйған ашыған көже, қымыз айрандарын ортаға қойды. Ұлтуған болса басына байлаған орамалын жуған болып, бұлақ басында жалғыз қалған. Ел құсап үйден айран алып шықпап еді. Асығыста қағазға орай салған бір жапырақ нанды суға матырып жеп отырған. Осы кезде әйелдердің бірі: «Әлгі ұлтуған қайда?» деді дауыстап. «Ибай-ау, неғып қақшқақтап жүру бізден?» Сөйтіп еді екінші әйел бірдеңе деп күңкілдей сөйлеп оған жауап берді. Оған сендердің не шымбайларың күйіп барады? Жә, сандаламаңдар», деді әлгі бірінші әйел өктем үнмен жеки сөйлеп. «Бір айттыңдар, болды ғой, жаман қар мықты болса сәнді бала неге байын тыйып алмады? Қойыңдар ондай сөзді. Ұлтуған, әй ұлтуған, ау, жүр бері. Қазір бол, жүр енді. Онысы не? Кінәлі болса сәнді баланың алдында кінәлі шығарсың. Жүр бері». Өмірінде біреудің өзіне аяушылық білдіріп, мүсіркеген сезсе жарылып кетердей болып намыстанатын ұлтуған мынау әйелдің мынау мүсіркеуінен ет жүрегі езіліп, мүлдем егіліп кетті. Көзі жасаурап, тамағына өксік тығылып, үндей алмай қалды. «Әй ұлтуған, қазір?» деді әлсіз қыбырлап. Бұл келгенде әйелдер сөзден су сепкендей тыйылып, сусындарын ішуге кіріскен. «Кел қарағым, қақырығың түтеді ғой, мына айраннан жұтып жіберші», деді әлгі кексе әйел қасына отырғызып. Мұнан кейін оны ешкім жерлеген де жоқ, қорлаған да жоқ. Тіпті мұның бар жоғына да көңіл аударған жан болмады. Бұған айтылар зәрлі сөз де тыйылды. Бәз баяғы қалпы қайта оралды. 3 күннен кейін жауын жауып, пішеншілер үйде қалған. Түске жақын жауын саябырлаған кезде ұлтуған
қант шай алу үшін дүкенге келді. Ойламаған жерден ораққа кездесті. Мүлдем семіріп кетіпті. Ырсылдап демалды. Күн жауынды, салқын болса да өзі қара терге түсіп былшылдап тұр. Ішіп алса керек. Ұлтуғанды көріп қызара күлімсіреді. Сәлемет пе ұлтуған? Әкейдің қазасының қайырын берсін деп көңіл айтты. Онан соң жақындап кеп қол берді. Қолы добардай жұп-жұмсақ, майлы екен. Ұлтуған бір түрлі секем алып тітіркеніп қалды. Орақ болса ауылдан жырақ, шалғайда жатқандықтан аяқ асты. Бір жол болса келе алмайтындығын айтып, біраз ақтала сөйледі. Өзі орынды орынсыз ырық-ырық етіп күле берді. Ұлтуғанға оның мына түрі де мінез құлқы да ұнаған жоқ. Тіпті бір кездегі өзі ғашық болған орақ осы деуге дәті барар емес. Орақ кейін бұрылған кезде ішегін тартып, Құдай-ау, осындайда жалпақ адам болады екен ғой. Сұмдық-ай. Үйге қайтып оралған соң әлгіндегі орақпен кездесуін есіне алған. Жігіттің добалдай майлы қолы көңіл айтқан кездегі қызара тершіп күлгені есіне түскен. Ту, ноқай ғой. Со күйі ноқай екен ғой. Байғұс-ай, мен де соны жігіт деп есіме алып өкініп жүрмін-ау, ұят-ай деп өзінен өзі жерлеп алды. Онан да байсыз-ақ өтейінде біреу терезесін қаққандай болды. Ұлтуғаны шошып оянды. Үйдің іші тас қараңғы екен. Түннің ортасы болса керек. Рас қақты ма, әлде түсі ме дегенше болған жоқ. Терезені біреу тағы да ақырын ғана шертіп тықылдатты. Ұлтуған, мен ғой. Мұнан әрі Ұлтуғанның төсектен қалай атып тұрғаны, есікті қалай ашқаны, Майданның мойнына қалай асыла кеткені есінде жоқ. Майданның өсіп кеткен сақал мұртыдан елемеді. Сыртқы есіктің көзінде құшақтады да тұрып алды. Тоқташы Ұлтуған, ішке кірейікші, менің үсті басым кір. Мейлі, мейлі. Онан соң жігіттің бет аузынан шөпілдетіп сүйе берді. Мейлі, кір болсаң да сүйем сені. Бетіңнен емес, табаныңнан сүйем сенің жаным. Сағындым әбден. Ауызғы бөлмеге кірген соң қараңғы бұрышта екеуі бірін-бірі сипалап, мауықтары басылғанша ұзақ тұрды. Іргедегі қорадан қанаттарын сабалап әтеш шақырды. Ұлтуған, мен жуынайыншы. Қазір мен су жылтып берем. Бір атала суға түсіп ал. Ұлтуған дереу қазанның астына от жағып су жылтты да қарсыласынан қарамастан Майданды өз қолымен шешіндіріп, дәл бір тұңғыш баласын шомылдырғандай жөкемен арқасын ысты. Бұрында семіз байғұс еді. Құр қабырғалары қапты ғой, ырсиып деп мүсіркей қойды. Шомылып болғаннан кейін Ұлтуған Майданға әкесінен қалған ескі киімдерді кигізді де оның кір киімдерін жинап алып жууға кірісті. Жаман иіс қоңыстарынан көз алар емес, шашын тықырлатып алынған, сақал мұрты қауқиып өскен, ұрты ортайған, түрі жүдеу. Тек көзі ғана от шашып, жалт-жылт етеді. Барып жатсаңшы, демалсаңшы. Бірге жатамыз ғой. Өзің немен келдің? Жаяу. Құдай-ау, сонау ауданнан жаяу келдің бе? Деді Ұлтуған шошынып. Я, бағана кешкісін босатқан. Ертеңге дейін автобус күткенмен қалтамда бір тиын ақшам жоқ. Сонан соң жаяу жүріп кеттім. Қарныңда аш шығар. Ептеп Ұлтуған кірді жуып болған соң самаурынды тұтатты. Бар дәмдісін дастарханға төгіп екеуі ұзақ отырып шай ішті. Таң алдында Ұлтуған сиырды сауып, босатып жіберді де сыртқы есікке құлып салып өзі бала кезіндегідей ішкі ауыз үйдің терезесінен кірді. Әйтпесе маза бермейді де. Мұнан кейін екеуі де ұзақты күнге
тұяқ серіппей жатып ұйықтады. Түс кезінде есік алдына дүрсілдете шауып атты біреу келген. Сағынбай екен. «Апа, мына ұлтуған қайда кеткен?» деп дауыстай сұрады көрші кемпірден. «Білмеймін, ертеңінен бері үйі құлыптаулы тұр ғой». Ұлтуған да Майдан да рахаттанып күліп алды. Өздерінің осынша тапқырлығына мәз болды. Бір-біріне тығыла түсіп алаңсыз ұйқыға батты. Сырт дүние, тіршілік ендігі жерде екеуінде де қажетсіз еді. Бұл істерінің аяғы немен тынарын, қалай бітерін екеуі де ойлаған жоқ. Ойлағылары да келмеді. Сағынысу бар, ынтыға түсу бар, бір-біріне еркелеу бар, бірін-бірі іштей аяу бар. Түрменің іші жаман шығар, деді ұлтуған. Атама, жақсылығы шамалы. Әуелгі күні, кешкісін қорланғаным сонша, тіпті өзімді өзім өлтіргім де келді. Бір лезвиге тауып алып тығып қойдым. Жұрт ұйықтаған соң күре тамырымды қимақ болдым. Астафыралла, қойшы Майдан, оның не, айтпашы, қорқам. Тегінде өмірдің опасыз жалған екенін түрмеде отырғанда сезеді екенсің. Қайсы еді? Бір әнде бұл жалған опасыз өтер-кетер ескен желдей деуші ме еді ғой. Дәл сол ой келеді екен. Жылдап отырғандардың қалай шыдайтынына таңым бар. Сірә олар ит жанды болып кеткен шығар. Осылайша ұзақ күн өтті. Түнге қарай ел аяғы басылып, жұрт ұйқыға кеткен кезде ұлтуған есікті ашып сыртқа шықты. Сиырын сауып, өзеннен барып су әкелді. Терезелерін қараңғылап қойып, түннің бір уақытына дейін оңдық-мұңдық шаруаларды істеді. Таң алдында есіктің сыртына құлыпты қайта салып, екеуі тым-тырыс болып тағы жатты. Тағы ұйқы, сыбырласа сырласу, бірін-бірі жақсы көріп елжіреу, бір-бірін аймалау. Бұ дүниеден тек екеуі ғана бар. Екеуінің ыстық махаббаты ғана бар. Мейлі күндер өте берсін, мейлі дүниені өрт қаптасын, екеуі үшін бәрібір. Шытырлап жанып кеп, аспан екеуіне осы жатқандарында басып қалса қандай жақсы болар еді. Бұл күнде ұзақ өтті. Көшеде дабыр-дұбыр сөйлеп жұрт жүрді. Бұзау мөңіреді, ит үрді, тауықтар қыт-қыттады. Екінші күні екеуі де сыртқа шығып, қол ұстасып, ауылдан ұзақ далада қыдырыстады. Таза ауада бойларын жазды. Шық түскен көк шөпке отырып, алдағы тіршіліктерін сөз қылды. Ауылдан кеткеніміз жөн болар, деді Майдан. Мына Қарасайға барып, мен темір жолға жұмысқа кірем. Қаласаң, сен де жұмыс істерсің. Әйтпесе тіпті үйде отырып, асырай алмай бара жатқан кіміміз бар. Саған уақытында тамақ пісіріп қойып, күтіп отырсам ғой. Иә, шынында да мен сен үшін тамақ пісіріп, күтіп отыратыннан өзге ештеңе тілемес ем, Майдан. Не? Мен екі қабатпын. Рас айтасың ба, жаным-ау? Менің тілегенім сол еді ғой. Енді болды. Енді бір-бірімізден кете алмаймыз. Өмір бойы бірге боламыз. Тоңып қалыпсың ғой. Жүр, қайталық. Шығыс жақ баяу ғана қалықтата бастады. Қараңғылық ыдырап, төңірек бозаң тартты. Ең әуелі бұтпылдық оянады екен. Әр тұстан бір-біріне хабар беріп, бұтпылдақтай бастады. Келесі күні ең ұзақ күн болды. Уақыт мүлдем жылжымай қойды. Алғашқы күнгідей ұйқыда жоқ. Түс кезінде екеуінің де ұйқылары қанып, содан кешке дейін үй ішінде сенделіп жүрді де қойды. Екеуі де сығалап перде астынан далаға қарады. Болымсыз нәрсені қызықтап сөз қылды. Мына көрші кемпірдің ата қызы лақты қуып жүр, деп күлді. Ұлтуған Майдан болса дүкен жаққа қарайды. Әні Сағынбай кеп атынан түсті, деді. Майдан, сені сәнді бала іздестіріп жатқан шығар, 2 күннен бері қайда жүр деп. Іздестірсе тауып көрсін.
Екеуі де қосылып күлді. Сәлден кейін ұлтуған ойлы күйде күрсіне сөйледі. Бүйтіп қашанғы тығылып отырамыз, бәрібір табады ғой деді. Осы сәтте екеуі де бір-біріне тура қараудан тайқып, шырықтарының бұзылар шағын үреймен естеріне алды. Көңілдері жүдеп сала берді. Майдан, осы сенің неше балаң бар? 4. Мейлі тіпті 10 болса да, енді қайтып сәнді балаға бармаймын. Ал мен сені барам десең де жібермеймін, деп ұлтуған оған еркелей асылды. Енді екеуі де күннің тезірек батуын тіледі. Кешегідей қырға шығып таза ауада қол ұстасып жүруге асықты. Бірақ ол ойлағандары болмады. Кешке қарай аспанды тұтасқан қара бұлт торлап, жарқ-жұрқ найзағай ойнап, дауылдатқан нөсер жауын жауды. Содан түні бойы бір толастаған жоқ, селдіретіп құйды да тұрды. Тек ертеңіне түскі жақын ғана басылды. Ұлтуғанда, майданда даланың тұнжыр қабағынан еңселері түсіп езіліп, ұшқыса күйге түсті. Түсте күннің көзі бұлтасынан жарқ етіп шыға қалған кезде қуанып кеткен ұлтуған, ту тамашасынай, далаға шығайықшы, деді шыдай алмай. Сен шығып біраз жүріп қайт. Сен ренжімейсің бе? Жоқ, тек сыртымнан жауып кет. Онда мен біраз барлау жасап қайтайын. Дүниеде не боп, не қойып жатыр екен, сұрағандарға қалаға барып қайттым деп қоям. Жауыннан кейін дүние тегіс жуылған мөп-мөлдір таза еді. Аспандағы жел қауған бұлттың тоз-тоз боп ыдырай жыртылып жөңкіп барады. Тысқа шыққан бойда ұлтуғанның көңілі алып ұшып, өзінен өзі бір жаққа барғысы, жүргісі кеп кетті. Қайда барса, айтпақшы, дүкенге баруына болады. Майданға бір жарты әкеп беріп, бір қуантысында. Ішпегеніне көп болған ғой, бір жасап қалар. Сөйтіп дүкенге қарай жүрді. Көше бойы есік терезелерінен сығалай қараған қатындардың бір-біріне пысқырып та қараған жоқ. Кеудесін тік ұстап, ерегескендей, аяғын алшаң басты. Бұға берсе, сұға береді дегендей жұрттың басынып алатын әдеті емес пе, деп қойды. Дүкенде көп ешкім жоқ екен. Бір-екі бақташы жігіт арақ алып тұр және топырлаған бір ұсақ балалар жүр. 6-7 шамасындағы қара домалақ баланы қоршап алыпты. Оның қолында 2 бос бөтелкесі бар. Сатушыға ұсынып тұрып, кәмпит беріңізші, дейді тақылдап. Әй, сенен бөтелке алмаймын, апаңның өзі әкеліп өткізсін, деген сатушы. Апам ауырып жатыр, деді бала. Ауырып жатыр ма? Онда амал жоқ, деп сатушы бөтелкелерді алды да арзан конфеттен өлшеместен бір уыс қылып балаға ұстата салды. Ендігәрі бөтелкені әкелме, сенен алмаймын, деді ескертіп. Енді үйде бөтелке жоқ. Балалар шығып кетті. Өзі бір тақылдаған сүйкімді бала екен, деді еріксіз жымиған ұлтуған, соңынан сүйсіне қарап. Әлгі майданның баласы ғой, дей салды сатушы. Ұлтуғанның жүрегі зырқ ете түсті. Не істеп, не қоярын білмей, бет жүзі туылдап, атып сыртқа шықты. Баланың дүкеннің алдында конфетті бөлісіп тұр екен. Қайсы еді әлгі бала? Анау екен ғой. Балам, сенің атың кім? Сайлан. Апаңның ауырып жатқаны рас па? Рас, бағана үйге доктор келді. Жүрегі ауырады деді. Балалар бірінен бірі қуып жарса жөнелді. Ұлтуған есінен танғандай сілейіп тұрды да қалды. Әлгіндегі алып ұшқан көңіл қуаныш атаулының түте-түтесін шығарып, ілезде ғайып болған еді. Енді ініне салбырап, сүмірейіп, кейін қайтты. Тура майданның үйіне қарай бет алды. Не де болса, сәнді баланың өзін көру керек. Майданның үйі осыдан 3-4 жыл бұрын өзі бригадир болып жүргенде салған 4 бөлмелі времянкасы бар үлкен үй еді.
ұлтуған келгенде жасы 10-дар шамасындағы шашы жалбыраған қыз бала времянкадан кір жуып отыр екен. Майданның тұңғышы осы болуы керек. Өңі Майданға да, сәнді балаға да ұқсайды. Жуып отырған кішкентай інісінің киімдері. Апаң үйде ме? Қыз ұлтуғанды көріп сәл тіксініп қалған. Есі кірген бала ұлтуғанның кім екенін іштей сезетін сияқты. Апам ұйықтап жатыр. Оятуға болмайды, деді. Онан соң ұлтуған времянканың ішіне, оның ашық тұрған есіктің ішкі бөлмесіндегі көз тастады. Барлық тұста шашылып жатқан балалардың киімдері, жуылмаған ыдыс-аяқтар, нанның қоқымдары. Еденді мына қыз бала жуған болуы керек, шамасы жетпей салтақ-салтақ қып езіп тастаған. Қарап тұрып, адамның көңілі жүдейді, еріксіз аяйды. Қыз мұның мына тұрысын қайтып көңіл аударған жоқ. Езілген кірін жуа берді. Далада шар етіп балалардың жылағанын естілді. Қыз атып шығып кетті. Мен саған жылатпай ойнат дедім ғой, деп өзінен кіші біреуіне ұрса бастады. Ұлтуған енді байқады үйдің көлеңке жағында 2 жасар ұл баланы 5-тер шамасындағы қыз бала қол арбаға отырғызып сүйретіп жүр екен. Жүрегі шым-шым етіп шаншып кеткен. Ұлтуған мұнан әрі тұра беруге төзе алмай жүгіре шығып үйіне беттеді. Алқына басып келген бойда сарт-сұрт жұлқып есіктерін ашты да түпкіргі бөлмеден босағасына кеп тұра қалды. Майдан, тез киінде шық, деді. Онан соң бұйыра үнмен: не боп қалды? Кейін. Түкке түсінбеген Майдан көзі бағжаңдай киінуге кірісті. Киініп болған соң: я, не боп қалды? деді үрейленіп. Үйіңе бар. Бар айтпағың сол ма еді? Я, Майдан, айналайын. Мен десең үйіңе бар. Мен ешқайда кетпеймін ғой, тек бүгін үйіңе баршы. Тыңдашы, тілімді алшы бір рет. Майдан 2 иіні салбырап көп отырды. Ақыры ұлтуғанның айтқанынан қайтпасына көзі анық жеткеннен кейін барып, мақұл, деп лажсыз орнынан тұрды. Тек ертең қайтып келем өзіңе. Ендігі жерде сенсіз өмір сүре алмаймын. Жарайды, бара ғой жаным. Тоқташы, кәне, сүйші мені. Майданның үйден қалай шыққаны, сұңқиып көше бойы қалай жүргені ұлтуған терезеден көз алмай бақылап тұрды. Ыстық жаз бетін сорғалап жол сызды. Сол күннің ертеңіне Майдан ұлтуғанның үйіне келмес бұрын Жолшыбай кеңсеге соққан. Жұрт гу-гу етіп жатыр екен. Ұлтуған таңертең ертемен бұл ауылдан көшіп кетіпті. Қайда кеткенін жан білмейді. Майдан сенер сенбесін білмей алып ұшып ұлтуғанның үйіне келген. Аңғал-саңғал ессіз жұрттың үстінен шықты. Дымы құрып, бүктетілген күйі босағаға отыра кетті. Айырылып қалғанын білді. Тарқатылған сан қилы ойлардың түйініне жете алмай дал болды. Апырау, ұлтуғанның мұнысы несі? деп налыды. Әңгіменің авторы Сайын Мұратбеков.